Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк демесін басуды ұмытпаңыздар. Банкроттыққа ұшырағандар 5 жыл кредит ала алмайды. Сондай-ақ оларға банкроттық рәсімінде екінші рет тек 7 жылдан кейін ғана қолдануға болады. Кім өзін банкрот деп жариялай алады? 12 ай бойы өтелмеген қарызы барлар, қарыз мөлшері 4,9 миллион теңгеге дейін аспайтындар, ресми кірісі жоқ және табысы 36.018 теңгеге дейін аспайтын азаматтар. Бұдан бөлек сот арқылы банкроттық бар. Ол өтелмеген берешегі 4,9 миллион теңгеден асатын азаматтарға қатысты. Ол үшін азамат сот қарызданады. Бұл рәсім кезінде борышкерлердің мүлкі аукцион арқылы сатылады. Түскен қаражат белгіленген кезектен кредитор алдындағы қарыз өтеуге жұмсалады деп қаржы вице-министрі Ержан Біржанов. Заң әзірге қолданылып жатқан жоқ. Биыл қолдану жоспарланып отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.